Қандастарым, менің айтайын деп тұрғаным, қазіргі мынау муфти және муфтидің қол астындағы істейтін имамдар, бұлардың бәрі халықтың ортасында өздерінің ойларынан шығарған дінді тарқатуда. Біз осыны біліп алуымыз керек. Мешіттің ішінде мінекей жұма намазды жалғыз-жалғыздан оқу дейді. Парыз намазды жалғыз-жалғыздан оқу дейді. Бұл қайдан шыққан нәрсе, қайдан тауып алған? Бұл қай кітаптан алынған? Мысалға сәл шындықты сөйлейтін болса, қазір анау Тараз қаласындағы қудаланып атқан имамға ұқсатып, қудалап шыға келеді. Сондықтан қазір имамдардың барлығы көшеде мынау кім бұлар не жазып береді, халыққа соны тарқатып жатыр. Өздерінің ойынан шығарған, өздерінің ойынан алған нәрсені міне дін, міне осыған сендер бойсыныңдар, осыған бағыныңдар, осы шариғат заңы деп, бізге шариғаттың заңы емес, өздерінің заңдарын тықпалап, біздің кітаптарымызды бұрмалап, біздің дінімізді бұрмалап, муфтият, тағы мешіттегі отырған имамдар, барлығы осында қазір біздің халықтың жауы, және діннің жауы болып отырғанын біз білуіміз керек. Қазір мінекей осылардың артынан біз адасып кетпеуіміз керек. Бұлардың өздері ілімдімін деп халықтарды адастырып жатыр. Ең сенімді жерлерге отырбаған, мешітке отырбаған, муфтиятқа отырбаған. Енді халықтың бәрі муфтиятта, мешітте отырғаннан кейін осылардың барлығы дұрыс сөйлейді екен деп солардың артынан ілесіп жатыр. Халық осылардың артынан ілесіп адасып жатыр. Мешітте отырып алып тұрып, өздерінің бүліктерін кіргізіп жатыр. Өздерінің жаман сасық нәрселерін кіргізіп жатыр. Шариғаттың заңын лақтырып тастап, өздерінің заңын орнатып қойып жатыр. Сондықтан құрметті қалайық, муфтияттағы, мешіттегі имамдардың барлығы халықты алдаушылар, халықты арбаушылар, аңқау елге арамза молда деген демекші. Аңқау елге арамза муфти, аңқау елге арамза молдалар болып жатыр. Сондықтан осыны біліп жүруіміз керек. Ат жөніңізді? Сейіт Нұраханұлы, бүгін 15-і. 15-і 10 ай 2020 жыл.